киімдерді жинауға көмектесейікші? Иә. Болады ма? Иә. Анамызға киімдерді жинауға көмектесу кезде біз не істейді екенбіз? Мына киімдердің артында тапсырмалар берілген, иә? Осы тапсырмаларды орындаймыз. Енді осы тапсырмаларды балалар бізде дескриптивін айтып кетейін. 2 таңбалы санды 1 таңбалы санды ауызша көбейте алады 1 балл, 2 таңбалы санды 1 таңбалы санды ауызша бөле алады 2 балл, өрнектерді математикалық тілде оқи алады. Бұл да 1 балл болады, барлығын қосқан кезде 3 балл болып есептеледі балалар. Енді бағалау. Сендерге бағалау түсіндіріп кетейін. 1 тапсырманы дұрыс орындаған оқушыға мен 1